Қайырлы күн достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Райхан. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа дәмді тауық аяқтарынан жасалынатын тойымды әрі лезде дайын болып, сулы болып, керемет болып шығатын кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сулы болып, ортасы да толықтай пісіп, көп уақытыңызды алмай тезде лезде дайын болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып алып, содан соң бөлек ыдысымызға салып аламыз. Салып алғанымыздан соң үстіне 2 ас қасық соевый соус құямыз. Одан соң 2 ас қасық кетчуп саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Шамасына қарай, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Одан соң қара бұрышты саламыз. Содан кейін дәмдеуіштер салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Тауық етіне арналған дәмдеуіштерді салсаңыздар да болады. Барлық дәмдеуіштерді салып болған соң жақсылап қолымызбен араластырамыз. Толықтай барлық жеріне тигізіп, жақсылап араластырып, тындырып қоямыз. Енді өзімізге керекті сәбіз, картоп, пияздарымызды турап аламыз. Сәбізімізді ортасынан бөліп, орташа майдалау қылып турап аламыз. Одан соң пиязымызды турап аламыз. Содан соң картопымызды ортасынан бөліп, барлығын осылай турап аламыз. 2-ге немесе 3-ге бөлсеңіздер де болады. Барлық көкөністерімізді турап болғанымыздан соң, енді бұларды да мариноваттап аламыз. Үстіне тұз, бұрыш, дәмдеуіш приправаларымызды салып, және де үстіне аздап сұйық май құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Дәмі өте ерекше, керемет болып дайындалып шығады. Толықтай араластырып болған соң, енді өзімізге керекті формамызды аламыз. Сіздер пешіміздің табасына алып істесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Егер пештің табасына жасайтын болсаңыздар, астына міндетті түрде май жағыңыздар, сұйық май жағыңыздар. Менде стеклянный болғандықтан мен ешқандай май жаққан жоқпын. Осылай формамызға салып алып, енді тауықтың аяқтарын үстіне қойып шығамыз. Барлығын қойып шыққанымыздан соң, құрғатылған зелень, яғни укроп сепсеңіздер болады. Содан соң үстіне аздап су құйып шығыңыздар. Мінеке, өздеріңіз көріп тұрғандай, толықтай әп-әдемі болып, қызарып, пісіп шықты, сулы болып. Тауық аяқтары да толықтай пісіп шықты. 180 градустағы қызып тұрған пешімізге шамамен 1 сағаттай уақытта пісіріп аласыздар. Мінеке, өздеріңіз көріп тұрғандай, кешкі асқа өте керемет болып пісіп шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Мен өзім үнемі осы рецепті пайдаланып жасап көремін, жасап жүрмін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Назарларыңызға